Баршаға сәлем, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Өртенген үйден анасы мен қызының мәйіті табылды. Ақмола облысының Щучье қаласында үй өртенді. Өртенген үйден анасы мен қызының мәйіті табылды. 4 пәтерлі үйдегі басқа 3 отбасы қыста баспанасыз далада қалды. Бұл туралы Айқын.кз КТГ телеарнасына сілтеме жасап хабарлайды. Қос қабатты үй күндіз сағат 12 шамасында өртенген. Ағаштан салынған ескі үй әп-сәтте өртеніп кеткен. Өрт кезінде 3 отбасы далаға шығып үлгерген. Ал 64 жастағы анасы мен 39 жастағы қызының мәйіті өрт сөндірілгеннен кейін үйіндінің арасынан табылды. Қайтыс болған 2 әйел бүгін жер қойнына тапсырылды. Ал далада қалған 6 адам туысқандарын паналап кеткен. Әкімдік әр отбасына 120 мың теңгеден материалдық қолдау көрсетеді. Қазір қылмыстық іс қозғалды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.